Тырнақ арқылы денсаулықтың жағдайын білуге болатынын сіз білесіз бе? Тырнақтар сүйектердің жанама өнімі болып табылады. Тырнақтарыңыздың өлшеміне, пішініне, бетіне және контурына қараңыз. Сондай-ақ олардың икемді, жұмсақ, нәзік немесе сынғыш, оңай сынатынын қараңыз. Әр саусақтың белгілі бір мүшемен байланысы бар. Бас бармақ ми мен бас сүйегімен, сұқ саусақ өкпемен байланысты. Ортаңғы саусақ аш ішекке, аты жоқ саусақ бүйрекке, ал кішкентай саусақ жүрекке байланысты. Тырнақтардың бозғыл түсі анемияны көрсетеді. Тырнақтардың шамадан тыс қызаруы артық эритроциттерді көрсетеді. Тырнақтардың сарғаюы бауырдың әлсіздігін және жанама билирубиннің жоғарылауын көрсетеді. Шамадан тыс сынғыштығы егер тырнақ саусақтың шетіне әрең қарап сынатын болса, А, Е, С дәрумендерінің, темірдің, мырыштың жетіспеушілігі болуы мүмкін. Кейде сынғыштық қалқанша безінің ауруларының салдары болып та табылады. Тырнақтағы ақ дақтар сүйек тініндегі мырыштың және кальцийдің жетіспеушілігін, сонымен қатар жұмсақ тіндерде кальцийдің шөгуін көрсетеді. Аты жоқ саусағындағы ақ дақтар бүйректегі кальций шөгінділерін көрсетеді. Егер сұқ саусақта ақ дақтар болса, бұл өкпеде кальцийдің жиналуын көрсетеді. Нүктелік еңдеулер, яғни инемен сынған сияқты болып тұрса, псориаз, экзема немесе артриттің белгісі болып табылуы мүмкін. Үлкен және кіші тесіктер тырнақтың түбіндегі жарты ай, үлкен жүрек пен қан тамырларының дұрыс жұмыс істемеуі. Кішкентай B12 дәруменінің жетіспеушілігі. Ал көлденең ойықтар тамақтанудың жетіспеушілігі, қатаң диеталар, қалқанша безінің проблемалары. Бойлық ойықтар Б дәруменінің, мырыштың, темірдің, магнийдің және Д дәруменінің жетіспеушілігінен хабар береді. Тырнақтың бөлінуі, жарақат, саңырауқұлақ аурулары, аллергиялық реакциялар. Ал ақ, сары және көкшіл тырнақтар ас қорыту жүйесі, жүрек қан тамырлары, бауыр ауруларының белгісі болып табылады. Сары рең, бауыр, эндокриндік және лимфа жүйе аурулары. Кейде тырнақтар шығыңқы, дөңес, баданалы, барабан таяқшалары тәрізді болады. Тырнақтың бұл жағдайы жүректің және өкпенің әлсіздігін көрсетеді. Көкшіл тырнақтар әлсіз жүрек туралы айтады. Бүгінде тырнағыңызды тез өсіретін әрі қатайтатын сұйықтықты немесе кремді кез келген дәріханадан, дүкен сөрелерінен табуға болады. Алайда арнайы тырнақты қатайтуға арналған ұнтақтардың біреуге пайдасы тисе, енді біреуге зияны тиіп кетеді. Сондықтан мамандардың көпшілігі кремдердің орнына табиғи емді қолдануға кеңес береді. Тырнақтың сынғыштығын жойып, оны өсіру үшін арнайы әсемдік салонына барудың қажеті жоқ. Оны үй жағдайында да күтімге алып, жақсы нәтижесін көруге болады. Тырнақты өсіру үшін ең пайдалысы былау, қабылдау. Ол үшін қайнатылған суға түрлі шөптерді, көкөністерді, тіпті тұзды суды салсаңыз да тырнағыңызға оң әсерін береді. Ал теңіз тұзы тырнақты қатайтып қана қоймай, сонымен қатар оны нәрлендіреді, әрі жылтыратады. Бұл былаудан соң тырнағыңызға бояу жағудың да қажеті болмай қалады. Алайда мұндай нәтиже үшін тұздың табиғи болғаны жөн. Егер оған қандай да бір бояғыштар қосылған болса, оның пайдасынан гөрі зиянын көруіңіз мүмкін. Сонымен қатар ағылшын тұзының да көптеген пайдасы бар. Бір стакан қайнаған суға 2 ас қасық тұзды салып ерітіңіз. Кейін оны үлкендеу ыдысқа құйып, қолыңызды 20 минуттай салып отырыңыз. Бұл тұзды суға аздап эфир майын қоссаңыз да болады. Емді аптасына 2 рет жасайсыз. Бал мен зәйтүн майы. Бір дана жұмыртқаны жарып, оған 1 ас қасық бал мен 2 ас қасық зәйтүн майын қосып, жақсылап араластырасыз. Сосын ыдысты қайнап тұрған суға салып, ішіндегісін ерітесіз. Қоспалар еріген соң тырнағыңызды 15-20 минутқа салып отырасыз. Бұл былауды қабылдап болған соң тырнағыңызды мақтамен мұқият сүртіп, міндетті түрде қолыңызға ылғалдандыратын крем жағыңыз. Май тырнақ ауруларын емдейді, сонымен қатар оның сынғыштығын жойып, тез қатайтады. Ең әуелі өсімдік майын жылы суға ыдысымен салып, ерітіп алыңыз. Сосын оған аздап лимон шырыны мен бірнеше тамшы иод қоссаңыз болады. Жақсылап араластырып, үлкендеу ыдысқа құясыз да, саусақтарыңыздың ұшын ғана батырасыз.
20 минуттан соң қолыңызды майдан алып, құрғақ майлықпен сүртесіз. Есіңізде болсын, қолыңызды сабынмен жууға болмайды. Емді аптасына 2 рет жасайсыз. Косметикалық кремдер мен маскалардың көпшілігінің құрамында желатин, мал сүйегінен шығарылатын, дәмі, иісі жоқ мөлдір желім кездеседі. Бұл сұйықтықтың тырнақты қатайтып өсіруге де көмегі орасан зор. Ол үшін 1 стакан суға желатинді салып ерітіңіз. Сұйықтық салқындаған соң қолыңызды салып 15 минут отырасыз. Тырнағыңызға лимон шырынының да пайдасы бар. Сынғыш әрі жұқа тырнақтар үшін бұл бұлаудың пайдасы өте көп. Орташа лимонды алып, сөлін сығып алыңыз. Оны 20 грамм суға қосып, шым-шым тұзбен 2 тамшы йод қосасыз. Дайын болған бұлауға 15 минут тырнағыңызды салып отырасыз. Содан соң қолыңызды майлыққа сүртіп, артынша нәрлендіретін крем жағасыз. Алайда бұл бұлауды дұрыс қолданбасаңыз, керісінше тырнағыңыз жарылуы мүмкін. Егер дұрыс қолдана білсеңіз, бұл ем тез әрі жақсы нәтиже көрсетеді. Видео сізге пайдалы болса, жақындарыңызбен бөлісіп, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.